Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің сыныптастарым. Балалар, бүгінгі сабақта сендер өлеңді тақырыбы мен негізгі ойды анықтайсыңдар. Сұраққа жауап беріп, өлең бойынша толық талдау жасауды үйренесіңдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын кластер құрастырып көрейікші. Сыныптасың туралы не білесің? Сыныптасыңның аты, досыңның аты, сабақты қалай оқиды, қандай іс-әрекеті ұнамайды, нені ұнатады, несімен ұнайды? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Балалар, сендерде де осы секілді жауап шықты деп ойлаймын. Мысалы, досыңның аты Айдос. Сабақты қалай оқиды? Сабақты жақсы оқиды. Қандай іс-әрекеті ұнамайды? Айдос жыбырлақ, сыбырлақ. Айдос нені ұнатады? Айдос досына көмектескенді ұнатады. Айдос саған несімен ұнайды? Айдос үнемі таза жүреді. Балалар, бізге Айдостың ұнамайтын іс-әрекеті қандай іс-әрекет? Дұрыс айтасыңдар, ол сыбырлақтық, жыбырлақтық. Балалар, сыбырлақтық, жыбырлақтық ол дұрыс әрекет пе? Жоқ, ол жақсы оқушының іс-әрекеті емес. Балалар, ендеше осыған байланысты біз бүгін Асқар Тоқмағамбетовтің сыбырлақ өлеңімен таныс боламыз. Балалар, ең әуелі Асқар Тоқмағамбетов кім екені жайлы біліп алайықшы. Асқар Тоқмағамбетов кім? Ол Қызылорда облысы Тереңөзек ауданында 19 қыркүйек 1905 жылы дүниеге келіп, 21 тамыз 1983 жылы қайтыс болған. 1925 жылы Ленин суретінде атты өлеңі тұңғыш рет Еңбекші қазақ газетіне жарияланды. Алғашқы өлеңдер жинағы 1928 жылы Еңбек жыры деген атпен жарық көрді. Батыр Әли атты жыр жинағы бар. Ол ақын әрі жазушы. Өлеңмен жұмыс. Асқар Тоқмағамбетов сыбырлақ. Бір бала бар, сыбырлақ. Аузы мұрны жыбырлап. Әсте тыным таппайды, құлағыңа сыбырлап. Өзі де түк ұқпайды, отырғанда дыбырлап. Тыңдатпайды басқаға, шыға салса тақтаға. Аузын ашып қымыңдап, түк айта алмай ыңылдап. Қалды дей бер сыбырлақ, бостан босқа жыбырлап. Балалар, өлеңді түсініп оқып, тыңдап болсақ, сипаттау ойынын ойнайықшы. Өлеңдегі бір бала қандай бала? Сипаттап көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Бір бала тыңдамайды, жыбырлақ, түк білмейді, тынымсыз, сыбырлақ әрі жалқау. Балалар, оқушы осындай болуы керек пе? Әрине жоқ. Оқушы қандай болады? Оқушы тәртіпті болады. Ендеше, мына шығармашылық тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Сәйкестендіру әдісі. Тәртіпті бала мен тәртіпсіз баланың іс-әрекеттерін сәйкестендіріп көрейік.
Тамаша, жарайсыңдар балалар. Тәртіпті бала қандай болады? Тәртіпті бала әдепті, ақылды, ұқыпты болады. Ал тәртіпсіз бала ше? Тәртіпсіз бала шыбырлақ, бұзық, ұрыншақ болады. Балалар, келесі шығармашылық тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырма. Қажетті сөздерді тауып, сөйлемді толықтырып жаз. Қажетті сөздер: жақсы көремін, достармыз, өте тамаша, татумыз. Жарайсыңдар балалар. Менің сыныптастарым өте тамаша. Мен оларды қатты жақсы көремін. Біз бір-бірімізбен достармыз. Сыныпта бәріміз татумыз. Балалар, сыбырлақ балаға мұндай жаман әдеттен аулақ болу үшін қандай кеңес берер едің? Өз кеңесіңді жазып, ұстазыңа жібер. Балалар, ендігі кезекте бейнежазбаға назар аударайық. Дана, сөмкеңді жинадың ба? Ертеңде уақыт бар ғой, сол кезде дайындаймын. Сабағыңды оқып болсаң, сөмкеңді дайындап қоюың керек. Сонда уақытың да көп болады. Әрі ұқыпты оқушы боласың. Ұқыпты? Ол қалай? Ұқыпты бала үнемі таза жүреді. Оқу құралдарын кірлетпей ұстайды. Сабаққа уақытылы дайындалады. Түсіндім, Алан. Оқушы тек ұқыпты ғана болмай, әдепті болу керек. Қалай? Әдепті бала әрдайым сабаққа дайындалып жүреді. Үсті басын таза ұстайды, үлкендермен амандасады. Сабақ басталмас бұрын оқулық, дәптер, оқу құралдарын дайындап отыру керек. Ал сабақта әдепті оқушы мұғалімнің айтқанын тыңдап, немесе жазып отырады. Иә, Алан, қоңырау болған кезде жүгіруге болмайды. Бірін-бірі итеруге де болмайды. Егер біреуді байқамай итерсең, кешірім сұрау керек. Мектепте ұқыпты әрі әдепті болсаң, сабақты жақсы оқитын боласың. Ал ұқыпсыз әдепсіз болсаң, еш ісің оңбайды, уақытың да жетпейді. Түсінікті. Қазір барып, сөмкемді дайындап қоямын. Балалар, бейнежазбаны көріп болсақ, бейнежазба не жайлы екен? Бейнежазбада әдепті, ұқыпты, сыпайы, тәртіпті бала жайлы айтқан. Олай болса, сендер де осындай болуларың керек. Балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында нақыл сөзбен жұмыс жасайық. Адамның адамшылдығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Абай атамыз айтқандай, қоршаған ортада, айналамызда жақсы дос, жақсы құрбы таба білуіміз керек. Сонымен қатар, әдепті, тәртіпті, сыпайы болуымыз қажет. Ата-ананың, ұстаздың берген тәлім тәрбиесін жоққа шығармауымыз керек. Балалар, бүгінгі сабағымызда Асқар Тоқмағамбетовтің сыбырлақ өлеңімен таныс болдық. Ақын өлеңде тәртіпсіз бала жайында айтқанын түсіндік. Баланың жыбырлақ, сыбырлақ, тынымсыз әрі ұқыпсыз екенін ақынның өлең жолдарынан білдік. Бүгінгі сабақтан сендер өлеңнің тақырыбы мен негізгі ойды анықтадыңдар. Сұраққа жауап беріп, өлең бойынша толық талдауды үйрендіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.